Жапон қиялының шекарасы шексіз екені барлығымызға белгілі. Жапон фольклоры, таза емес күштер, елестер, рухтар, қазіргі әлемде пайда болған тылсым күштердің барлығы Жапон қиялының терең бойлауынан туған. Ендеше Жапонияның мифологиясына, үрей туғызатын аңыздарына үңіліп, зерттеп көрейік. Жапондықтар негізінен бір-біріне қорқынышты әңгімелерді айтуды бұрыннан ұнататын. Бұл оларды кимодамеши немесе бауыр сынағы деп аталады. Түнде зиратқа барып, қараңғыда, тыныштықта қорқынышты әңгімелерді айтады. Бұл олар үшін бауырды шынықтыру ретінде саналады екен. Орта ғасырларда кайдан немесе қызықты әңгімелер деген аңыздар да пайда болды. Әсіресе бұл жаздың ыстық күнінде танымал болатын. Өйткені бұл кезде айтқан сұмдықтардан дененің терісі тітіркеніп, денеге аздап салқындық береді деп есептейді екен. Жапонияда обон деп аталатын өлілерді еске алу мерекесі бар. Дәстүр бойынша тамыз айының ортасында қайтыс болғандардың рухы тірілерге оралып, жақындарына беріледі екен. Оны көбінесе шамдар фестивалі деп атайды. Өйткені түн түскенде қайтыс болғандардың рухы үйлеріне жол табуы үшін шамдарды туысқандары іліп қояды екен. Тіпті самурайлар да 100 шырақты жағып, 100 қорқынышты оқиғаны айтқан арнайы кездесулерде болған екен. Әр қорқынышты әңгімелерден соң бір шамнан өшіріп отырған. Сәлем достар, сіздермен Асия. Бүгін сіздерге Жапонияның мифологиясынан үрей туғызатын аңыздарды айтатын боламын. Кішкене қорқынышты болады, бірақ бұл деректер өте қызықты. Экран алдына жақындап жайғасып алыңыз. Ендеше баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Жапонияның ең классикалық перілері кицуне деп аталатын түлкілері. Бұл наным Қытайдан шыққан. Онда түлкілер әдемі қыздарға айналады. Еркектерді азғырады. Оларды ақылынан адастырып, мұны олар өз пайдакүнемдік мүдделері үшін пайдаланады. Және нәтижесінде, егер оларды тоқтатпаса, түлкі жәбірленушіні өзіне ғашық етіп, өлімге дейін апарады екен. Классикалық жапондық түлкі туралы аңыздардың бірі сұлу Тамома Номаяға арналған. Ол Тоба императорының қызметші күңі болған. Тоба император бір ғасыр бойы билік еткен. Ол уақытысының көбін осы сұлу сүйіктісімен өткізген. Сарай қызметкерлері императорға бірдеңе болғанын аңғарып, оның денсаулығы да қатты нашарланғанын көріп, не болғанын түсіну үшін астролог пен көріпкелді шақыртқан. Тағы бір аңыз бойынша 100 жылда түлкінің тағы бір құйрығы өсіп шығады деседі. Ең күштісі бұл 9 құйрықты түлкі делінген. Бір күні кеште қыз көпшілік алдында айыпталып жатқанда шамдар кенет сөніп, қыз орманға қарай қашқан. Соңынан садақшылар жүгіріп, қызға оқ атып өлтірген. Бірақ бұл оқиға мұнымен бітпеді. Қыз қайтыс болғаннан кейін тасқа айналған. Ал ол тасқа қарағандардың бәрі өлген екен. Кейіннен бір монах келіп, өзінің сиқырымен тасты екіге бөлген. Ал халық мұны қыздың рухы тастан сыртқа шығып кетті дейді. Бұл Жапониядағы ең танымал аңыздардың бірі. Жапониядағы барлық түлкілер жаман емес. Шындығында қытайлардың бұл ырымдары келмей тұрғанда, бұл елде түлкілерді қатты құрметтейтін, инари немесе құдайдан келетін молшылық деп қабылдайтын. Сондықтан Жапон храмдарында түлкілерді кездестірсеңіз, олардан қорқудың, күдіктенудің қажеті жоқ. Бұл жақсылыққа әкелетін түлкілер. Тағы бір танымал аңыздардың бірі тануки, енот иттер жайлы. Оларды жапондықтар түлкілерден қарағанда әлде қайда жақсы көреді. Әдетте олар ақкөңіл, томпақ, сүйкімді, семіз ретінде бейнеленген. Оларды көптеген бейнелерден, мультфильмдерден көруге болады. Сонымен қатар тануки сакені жақсы көреді. Сондықтан да олардың мүсіндері әртүрлі ғимараттардың кіреберісінде жиі кездеседі. Тануки ақкөңіл, сондықтан әдетте адамдарға көмектеседі. Бір ертегіде тануки шәйнекке айналып, әртүрлі цирк трюктары арқылы өзінің иесі Будда діни қызметкеріне күн көруге көмектеседі екен. Ал бір ертегіде тануки түлкіні алдап, адамдар үшін кек алады деседі. Тағы
Тағы бір аңызда түлкі мен тануки салқынқандылықпен дауласқан екен. Сонда түлкі мен өте әдемі болып императорды, тіпті бүкіл әлемді басқара аламын деген екен. Ал сен не істей аласың дегенде, ал мен бір уақытта 100 адамға айналамын депті. Түлкі сенбей, ал көрсетші депті. Тануки сол кезде бұталардың артына тығылып тұрғанда, бірнеше минуттан соң самурайлармен үлкен шеру өте бастайды. Түлкі таңғалып, бұл дауда сен жеңдің деп айқайлап, жаңағы самурайлардың қасына барғанда, олар түлкіні ұстап соққыға жыққан екен. Әрине, бұл сол кезеңде түлкіні ешкім ұнатпайтын. Качи яма немесе қытырлақ тау деп аталатын аңыз туралы естігендеріңіз бар ма? Бұл аңызда Тануки жаман рөлде. Қарт пен кемпірдің егінін ұрлауды әдетке айналдырған. Бір күні қария оны қолға түсіріп, кемпірге ұсталған жануардан сорпа пісіруді бұйырады. Нәтижесінде Тануки кемпірді алдап, оны кем дегенде 1-2 минутқа жіптен босатуын сұраған. Кемпір жануарды босатқанда, Тануки кемпірді ұрып құлатып, бөлшектеп одан сорпа қайнатқан. Ал қарт үйге қайтып келгенде, Тануки кемпірдің бейнесіне еніп, қартқа сорпаны ұсынған. Қария сорпаны ықыласпен рахаттанып ішіп алады. Сонда Тануки бұрынғы кейпіне еніп, қарттан сорпа қалай болыпты, әйелің дәмді ме деп сұрап қашып кетіпті. Тағы да Жапонияда некомата деп аталатын мысық кейпіндегі аңыз бар. Бұл құйрықты мысық адамдарға шабуылдайтын пері болыпты делінген. Бұл туралы 13-ші ғасырдағы бір монахтың шығармашылығында жазылған. Онда бір адам түнде үйіне қайтып бара жатқан кезде оған мысық пері шабуыл жасаған туралы сипатталады. Бірақ адамдар ол кісі мас болған, ал оған жай ғана көршінің иті шабуылдаған екен деседі. Сол үшін түнде жүргенде жануар ма әлде пері ма ажырата білу керек сияқты. Жапон мифологиясында йокаи деп аталатын ерекше маңызды роль ойнайтын жаратылыс бар. Бұл тіршілік иелерінің саны өте көп. Іс жүзінде сансыз. Кейбіреулері теңізде, басқалары тауларда тұрады. Кейбіреулері елдің оңтүстігіндегі немесе солтүстігіндегі белгілі бір аймақтарда ғана тұрады. Оларды бірі танып білсе, кейбіреулері мүлдем бар екенін де білмейді. Жапон халықтарының қиялы шексіз, не бір таңғажайып жаратылыстарды ойлап табады. Бұл Жапон мифологиясының аңыздары ерекше болғаны сонша, халықтары қиялдары мен ерекше тылсымдарды ойлап табумен қатар, оларды осы күнге дейін аңыз қылып сақтап әкелген. Ал қазіргі халық сол аңыздарды оқи отырып, жапондықтардың түпкі терең тарихына үңіле отырады. Бұқа мен жолбарыс кейпіндегі жаратылыс, адам тәріздес суда жүретін бақа перісі, жылан қыз, шабдалыдан шыққан бала, күндіз адам, түнде ұшатын бас, бір көзді монах бала, тағы да басқа ерекше қиялдан туындаған тылсым жаратылыстар. Міне достар, осы сияқты Жапонияның үрей туғызатын, бірақ қызықты аңыздарының жалғасын келесі шығарылымда баяндайтын боламын. Ал бұл шығарылым өз соңына жетті. Егер достар, бұл аңыздар, деректер сізге ұнаса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Келесі шығарылымды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал сіздер қандай аңыздарды білесіздер? Астына жазып, бізбен бөлісе отырыңыз. Келесі қызықты шығарылымда кездескенше, сіздермен болған Әсия.